Тұрып көрсеткен құрметтерімізге мыңда бір алғыс. Баршаңызға осындай той жығылмай жығысты болсын дейміз. Ал енді Қайрат аға, Айгүл жеңге, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Тойларыңыз той болсын деп бір әдемі тілегімді білдірейін сіздерге. Енді ардақты жақсылар, бүгін ағам мен жеңгем Алла көктен сұраған жерден беріп, ерен еңбектің арқасында бақыттарының басын иген күні. Неге десеңіздер, 50-ге келіп, жанына жақындарын жинап той жасап отқан аға жеңге бүгінгі тойларыңыз құтты болсын десек, енді мен сіздерге негізі аға жеңге емес, өзімнің әкеммен, өзімнің анаммен қатарлас азаматша екенсіздер. Сіздерге біріңізге әке, біріңізге анашым деп сөйлеуге рұқсат етсеңіздер. Бола ма, рұқсат па? Енді мұның барлығы әуелі Алла, одан кейін ардақты ағайын менің Қайрат әкемнің арқасында. Бір қадам алға шықсын. Қазақта айтады ардақты ағайын. Таудан биік, теңізден терең әкем. Елге еткен еңбегім ерен әке. Адамзаттың асылы әс пайғамбар, одан кейін тұрады менің әкем. Судан таза сүттенде әппақтарың, ешкімнің ала жібін аттамадың. Менің әкем, 1000 жылда бір туатын ұл адам деп мен ертең ұлыма мақтанамын. Кешегі мен әкемнің бүгінімін, кекілін жай тараған құлынымын. Алтын деген мен емес, менің әкем, мен жай ғана алтынның сынығымын. Неге десеңіздер, анамды құрметтеп, үбірлет думандатып той жасап отқан ол менің әрине Қайрат әкем ағақтары. Сондықтан той ұтты болсын деп болса той ұтты болсын, құдай қаласа. Тойларыңыз тойға құласа берсін. Ал менің айдан аппақ, гүлден сұлу жеңгем анасын. Ардақты жақсылар, адастықта қателестік нешеміз, басымыздан түрлі күйді кешеміз. Бүкіл әлем теріс қарап кетсе де, бізден теріс айналмайды шешеміз. Аналарды жұма